Сәлем достар. Бұл мен Аружан, 18-ге толуыма 2 жыл қалды, және деп па деген сөзге қатты жатып аламын. Сосын видеода өте көп көретін боламын, так что дайын болыңыздар. Қазақстанда террорист болып тұрсаң құрметті сізді арнайы. Давай біреулер мен орныма сөйлеңдер, шын айтамын. Бүгін бізде қонақта Аружан деп айтамын мен. Бұл Анель скоро 17-ге толады. Ал әпкесі Мактасиді, бұны айту керек. Короче, бүгін мен видеома қонаққа мен Петрушкам Дана келдім. Сәлем достар. Ал бұл Дана, 16 жаста, видеода 2 рет сөйледі. Еще біз оның үйінде қонақтамыз. Және менің келесі құрбым деп. Все, болды достар, біз бастаймыз. Бүгін көбімізге әйгілі Бибигон И бір биби ланч, не, 1100 теңге. Макдональдс және Саламброның бургерлерін салыстырамыз. Инстаграмда бізге қалай көрсетеді, және шын мәнінде олар қалай көрінетінін айтамыз. Өзіңізбен бірге алыңыз дейді. Пакет керек емес. Мынау бізде гамбургер 590 теңге. Ең қымбаты 1190 теңге. Біз Саламбродан заказымыз күтіп тұрмыз, сосын бітті, сосын уже жеуге барамыз. Және де ең күштісін таңдаймыз, кеттік. Все, Саламброның жұмысын бітірді. Саламброның инстаграмы күшті развлекательный контент жасайды. И, конечно же, аппетитный бургерлердің суреттерін көріп алғың деп кетеді. Және де мына сурет біздің ожиданиямыз и просто реально. Өте қатты айырмашылық жасайтын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Негізі біз бір нан жұмсақ. Жаңа айтқандай еті қатты, наны жұмсақ. Мынау сізге, мынау маған. Осында 590 теңге па? Саламброның арзан 590 теңгелік бургері. Так, ішінде бізде помидор, ет, соусы күшті бұлардың негізі. И лист бар. Лист па бұл? Андай сладкий бір дам келді. Негізі дәмі күшті. Я соустан келді. Бұлай тойымда. Түрі онша емес болса да, дәмі әдемі. Нан да қатты қалың емес. Еще үлкен. Бұл жақсы деп ойлаймын. Еті піскен дәмді, бұны да айту керек. Куриный алыңдар сол күшті. Минусы в том, что түрі онша емес, бірақ та дәмі күшті. Көп жесең бірақ тойып қаласың. Біреуіне кәдімгідей тойға Шығып болады. кетуің де мүмкін. Давай, 10 шкала бойынша неше бересің? 9. Оннан 9. Мен оннан 8,5 берем. Себеп түрі все равно играет важную роль деп орысша. Мен 8 берем. Нақты 8. Плюс минус жоқ 8. Бибигонның инстаграмда өмір жоқ сияқты бәрі жасанды көрінеді. Ісімі маман ретінде айтып жатырмын, бірақ жарайды. Міне біздің алған бургеріміз, ал ол шын мәнінде осылай көрінеді. В принципе, 50-де 50. Ең арзан бургер негізі 300 теңгелік жұмыртқамен, бірақ біз 600 теңгесін алдық, типа. Чекенмен 600 теңгелік бургерді алдық. Биік, яғни наны қалың, түрі әдемі. Маған нақтыр өте ашық сыр. Әдемі. Инстаграмға салуға болады. Помидор бар. Чекен бар. Және де ал неде лист та бар бұл жерде. Және де не бар. Салат бар. Мен ұстауы керек, қыздар, бәрі күшті болса болмай қалады деп. Идеально. Так, майонез көп кетті. Нормально. Бірақ күшті. Күшті екен. Менде не капустница көп екен маңғыш. Мен үстелсем. Бұл күшті емес. Еще наны қалың екен. Қалың болғанда битсең басылып қалады ғой. Биік пышный қылдырып жасаған, дрожжын көп қосыпты деп па. Жаңағы Саламброныкінде ет қана болса, мұнда бүкіл жемістер вроде бар. Поэтому аппетитный. 10 балдан 7 бал берем. 7 бал неге? Майонезі көп, потом капустан дәмі көбірек шығады. Маған ұнайды, мен 9 қоям. Оннан 9 қоям, я. Оннан 9. Бірақ мен ойлаймын тойымды емес сияқты, Саламбро сияқты. Менде кішкентай. Пышный болса да андай массасы андай жоқ. Наны свежий ма? Свежий емес сияқты деп ойлайсың. Бірақ білмеймін, артынан жазып жүрмеңдер жамандап, білмеймін ғой енді. Наоборот, жаман жаза берсін. Ол хайп қой деп па? Хайп жасау керек. ЖК көрген ба видеоны?
көрсін наоборот көрсін күшті емес па? Макдональдс енді әлемдік бренд, әрине инстаграмы күшті болады. Өздерінің корпоративный сары түстері бар, и это круто. Біз 420 теңгелік осындай чикенбургер алдық. Бұл ожидание, енді реальность. Бұл жерде кәдімгідей көрініп тұр қайсы. Макдональдсты енді өздеріңізді көріп тұрсыздар. Олардың жалпы қағидаларын білесіздер деп ойлаймын. Ол жердегі жалпы политиканы дейміз ба? Айта өтсек. Макдональдс күшті. Мен сестраларым істейтін да. Білесіздер ма деген сияқты. Иә, бұл жерде көп. Бұл жерде бүкіл ережені бәрі сақтайды. Мысалы, бұл жерде біз не істегенін білмейміз, ал Макдональдста бәрі таза жүреді. Иә, бірінші орында жалпы тазалығы. Иә. Сондай бір Ереже сақтайды. Бұлар мысалы етті 10 минуттан кейін тастап жібереді. Бұлардың несі срогы. бірақ ішінде тек ет пен капуста ғана. И майонез. Басқа ештеңе жоқ. Помидор, колбаса, сары май деп па? Айтатын не? Қазір түрлі скидкалар болып жатыр. Мысалы, бір приложение бар, ол жерде. Мысалы, осыны жаңа біз нешеге алдық? 1400. 1400 емес, 900 ба бірдеңе 900. 900 болса, ал жаңа приложениеден алатын болсаңдар, QR-мен бір 800-600 де болуы мүмкін. Яғни көп скидкалар, акциялар ойнатылады. Мысалы, есінде ма екеуміз алып едік қой? Иә. Чикен. Мысалы. Сондай бір Нормально. Тестасы да күшті. Еті де. Жалпы Макдональдстың ең басты несі ол бизнесті күшті жүргізеді. Яғни адамды өзіне шақырып біледі. Андай бургерлер өте дәмді болмаса да, жалпы көп адам бәрібір сатып алады. Уже андай брендке айналып кеткен ғой әлемдік. Даже налардың қастарын не үшін алғанымызды түсінбей жатырмыз. Сырты бүтін үшін қазір көреміз деп па? Иә, күшті болады жерге, бірақ тойымды деп айта алмаймын. Так, біз ең арзандарын салыстырдық. Тоқта, Макдональдсқа неше балл бересің? 10 берем. Оннан 10 ба? Иә, күшті маған Әпке, айт. привет. Сен үшін ой батыр, жоқ. Так, мен оннан 7 деген балл берем. Тойымсыз и ішінде андай көп нәрсе жоқ, бірақ күшті норм бағасы, барлығы норм. Мен оннан 8 балл. Еттен бір күйгендем шығады, иә. Окей. Ол әрине Макдональдстың кінәсі деп жатқан. Сонымен ең арзандарынан ең күштісі қайсы болды сонымен? Салам бро. Маған бибигон ұнады, қатты ұнады. Маған салам бро. Ай, маған 10 бой ба бибигон ұнады. Тосын айтайшы, давай шын. Давай бәрі шын болсын, честно болсын. Шын маған ұнаған жоқ деп жатқан. Вообще ұнаған жоқ. Короче, маған ана бибигон ұнады, күшті екен. Иә. Бірақ наны кішкене андай үгіріліп қалады екен. Білмеймін, наны не мақтаған. Мен салам броны таңдайды шығарым. Или Макдональдс деп, или бибигон. Қайсың скидка жасайсыңдар? Скидка деген жақсы ғой, иә? Иә. Иә, адам өзіне тартатын күш деп па? Сондай. Макдональдс уже білет та, адамдар қалай шақыру керек екен, акция арқылы. Сөйтіп күніне 2 миллион жасайды. Мен салам бро. Салам бро. Салам бро ұнады, иә. Ендеше Түрі онша емес болса да. Салам броның соусы жағынан өте күшті, маған соусы. қазір біз енді әр жердің ең қымбат бургерлерін салыстырамыз. Салам броның ең қымбат бургеріне қанша тұрды? 1100 бір бәле тұрды ғой, 70 ба? Иә, 1190 өтті, бәрі 90 бен бітеді. 1190 теңге. О май гад, қыздар. Қыздар, мен бір нәрсе байқап қойдым. Піспеген. Иә, піспеген болып тұр. Қараңызшы өздерің. Қызыл. Сіне бар ма? Нормально, жоқ. Қараш, бізде фарш көрініп тұр. 2 котлет қойған, бұл жарайды плюс, бірақ мына жеріне кеп піспеген. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда мынандай ішінде 2 котлет қойған, біреу піспей қалған. Піспей қалған котлет тек бізде болмаған сияқты. Тугиздан отзывтарды қарап көрсем, сатып алушылардың 4-тен 1 бөлігінің еттері піспей қалған. Так что бұны дұрыстау керек деп ойлаймын. Ешқандай күшті не жоқ, бірақ анау сияқты ғой. Арзан сияқты. Бірақ мен сонда 2 ет сияқты. Бірақ бұның ішек құрылысы сәл көбірек деп. Жарайды, месендерді салам бро, кешіреміз деп па? Дәмді, бірақ арзан бургер дәмдірек болған сияқты. Біреу арзан, біреу қымбат болса да, арзан дәмді, иә. Сыры өте аз, и кішкене котлеттен шеттері күйіп кеткен, и күйіктің дәмі шығады. Кішкене қышқылда болып. Именно сырмен болғандықтан қымбатта, бірақ сыр аз. Оннан 8 балл. Оннан 6 балл. 6 балл. Оның ең Менің көңілімнен шығатын сияқты.
қазір көреміз. Ішінде не бар? О, помидор. Күшті. Иә, помидор. Я андай аккуратно әп-әдемі. Жоқ, помидор огурцолар қалыңдау. Не. Еще помидор. Соусы өте көп. Жабысып, бір-біріне ештеңе болатқан жоқ. Иә, күшті. Деп па? Иә, әдемі. Вау. Иә, бірақ тұз жоқ. Еттің. Я тұзы жоқ. Сен айтпасына мен байқамайтын ем. Күніне шаштап алдым шынымен. Қайда? Әне, мая ет қой бұлар. Мен білем, ет шаш береді айыраламын. Жоқ піскен, бірақ дәмі жоқ. Бір қағаз ба, бір бәне жеп отқан сияқты. Нандары да өте сухой ма. Капустаның дәмі көп шығар. біз жайдан жай бургерді дәмсіз демедік, әрі свежий емес екені байқалады. Сөйтсе бұл туралы да көп клиенттер наразылық білдіріп жатыр екен. 7 балл. 6 балл себебі маған еті ұнамады. Маған да 6 балл. Басында әдемі айтқан ек қой, мақтап. Түрі әдемі болған мен. Керек екен, соны түсіндім, негізі мақтап алып. Жамандаған нәрсеміз күшті болып шығып жатыр жоқта. Ешқайсысын жамандап отқан жоқпыз негізі. Көңілден ақылманда. 6 емес 7 деп берем, түрі әдемі болғандықтан деп па. Мен 6 берем. Енді соңғы біздің қалған бургеріміз ол Макдональдстың ең қымбат неше теңге. Білмеймін, бірақ қараш түрі әдемі андай. Өте аппетитный. Иә, инстаграмдағыдай. Иә. Біз басымыз істемеді, әлемдік бренд бет Қазақстан бренд шаты екеуміз. Бірақ енді барлығын жейтін қазақстандықтар ғой деп па. Мен істеп жатыр ғой десе. Мен көретін де қазақстандықтар ғой деп па. Бірақ достар, біз осылай жеңдер деп айтып жатыр деп ойламаңдар. Бұл өте зиян, күнде жемеңдер. Жегерсін деп па. Күнде жемеңдер. Просто емес, айына 1-3-4 рет. Просто бұл видео мақсаты жалпы көрсету қай бургерлер может алдайды. Мысалға күшті деп, может ондай күшті емес. Өлтіріп жасап алып. Иә, рекламасы күшті қылырады да, бірақ шын мәнінде дәмдері онша емес болса, ол дұрыс емес. Саламброн рекламасындағыдай шықты. Дәмі барлығы. Кроме етінен басқа, түрінен басқа. Рекламадағыдай емес, өйткені түрі вообще басқа да, түрі вообще басқа ғой. Түрі вообще солып қалған. Иә, бүйтіп, әйтпесе последний алдық қой, жаңағын алдық қой. Иә, бұны ең соңғы алдық. 5 минут па алдық. Бұл жерде соус бар, сыр бар, және де огурцы соленый. Және салат бар. Биг Мак өте күшті осыны қаған. Бірақ оның сыртын жемейміз ғой деп па. Бірақ әдемі ғой. Подачасы күшті, адам әдемі береді. Иә, саад жеген келеді. Мысалға, бағасына бір қымбат нәрсе аласың да, бірақ оған онша емес орап берсе, ол бағасына келмей қалатын сияқты ма бірдеңе болады ғой. Нанның да ет сондай, и огурцы қышқыл. Ойбай, енді не ғой? Қышқыл деген. Жоқ. Нан жеп атқан сияқтымын деп па. Бұл жерде огурцы қышқыл емес, соус. Еті құрғақ сияқты. Бірақ сочный деген бар. Только саламброн еті ғана күшті болды. Білмеймін неге екен, бірақ мен жай нан жеп атқан сияқтымын. Мен де. Ішін дәмі қатты сезілмеді. Тағы қағаз ба, сағыз орнын жеп жатырмыз, біртүрлі ешқандай дәм жоқ. Дәммен жұмыс жасау керек Макдональдс. Бұлай бизнестерін өрбімейді деп па. Нандар ұнады ма, свежий? Иә, нанына да сөз жоқ. Бәрі идеально істейді. 6 балл берем. Неге? Неге аз? Қышқыл дәм шығады, и нанды өте көп, котлеті сухой. 7 қоям. Мен оннан 6 балл берем. Короче, Макдональдстың дәмі онша емес. Түрін түріне тиіспейміз біз. Қорытындылайық. Саламброн жіберсіңдер. Үшеуміз де жіберейік. Үшеуміз. Представь, что поедем. Таусылып атыр қонақта. Комментарий анау-мынау деп жазбаңыз деп жатқанмын. Ондайды көтере алмаймыз деп жатқан ба. Біз аржан емеспіз, бізден кішкене бейкүнә адамдар. Жаңағы ең арзан, ең бірінші жеген қайсы еді? Көрейінші. Ұмытып қалып жатыр ғой. Есіме түсірейінші дәмін. Соны айтам. Вообще. Бірінші сәттер 9-8 балл қойдық қой. Иә, неге? Жабайланып қоя саламыз. Саламбронның плюстары өте үлкен әрі тойымды, в принципе дәмді и сочный. Минустары түрі онша емес, және аппетитно көрінбейді, и еті піспей қалған.
бибигонның плюстары, в принципе, сымбатты, көрікті, пышный, ішінде бүкіл көкөністер бар. Бағасы да өте қолжетімді. Ал минустары свежий емес и капустаны көп қосады. Макдональдстың плюстары өте симпатичный бургерлер, прям өте наны идеальный. Бағасы арзан, подачасы мықты, жалпы минустары дәмі жоқ и обслуживаниясы нашар. Әдеміз әрине Макдональдсқа береміз. Рекламасы күшті барлығы, подачасы күшті. Қазір пакетін алып беріңдер. 70 теңгелік пакетін да көрсетейін. Айтып, 70 теңге. Неше бургер жедік, дәм бәрі аралас кетті. Ойбай, мойымыз ашып кеттік. Ең соңында енді арзаны қайсысы болды? Макдональд? Короче, мынау арзан болғанмен тойымсыз. Еш кішкентай бекітсесінде жоқ болады. Ал Саламбро 590 болғанмен өте тойымды бір адамға жетеді. Артылып қалады. Маған бибигон ұнады, несі 600 теңгелік. Қалайсың деді? Маған котлет ұнамады, сухой и кішкене күйген. Екіншісінде сухой болды ғой. Біріншісінде сухой болмады. Нанының да дәмі андай. Сағыншы. Свежий емес. Сол сухой анда нан жеп атқан сияқты. Иә, нанның дәмі жоқ. Вообще нан құрғақ бір үгітіліп қалады. Да, помидорлар да өте жұқа и дәмі жоқ. Ей, қой. Ананың бибигондікі қалың ғой. Ойбай, Саламбронікі екен ғой. Негізі Саламбро жеңетін еді, бірақ котлеті піспей қалған. Мынау әдемі емес, мынау слишком әдемі, короче, бибигон жеңеді деп. Бибигонның вообще дәмі жоқ қой. Иә. Екіншісінде дәмі жоқ, қымбат болған. Біріншісінде котлет болған жоқ қой. В принципе, арзандары бірісі не ғой, нагетсы ғой, күшті болсын. Арзандары дәмдірек болып шықты. Иә, арзандары дәмдірек. Соғысында сочный болған сияқты ма? Ешкім жеңбей ақ қойсын, достық жеңеді. Айет екен деген вообще бәрі жамандайды, неге? Нагетсы онша емес екен. Шикі піседі. Шикі піседі, еще анау несіне барады ғой, отыратын жеріне бәрі түтін болып жатады екен. Келесі видеода нагетсыны салыстырамыз. Келесі кездескенше, пока-пока. Ужас. Кеше 500 секунд көрінеді. 500 секунд көрінеді. Мен көрмеймін. Кеше Думан өлді. Кім айтпашы? Панель. Өлген жоқ Думан. Өмірде.